Сәлем достар, Назаров медиа орталығы сіздерге музыка әлемі бағдарламасын ұсынады. Сіздермен болатын мен Марал Асхатқызы. Гүлдей болсын өміріңіз, нұрға толсын көңіліңіз, биік боп жұлдызыңыз, көктемдей құлпырыңыз, бақыт қонсын басыңызға, қолдап жүрсін тәңіріңіз. Шұғылалы көктемнің алғашқы мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Ана қуанышы, әйел қуанышы, әр үйдің, отбасының, отанның мерейі. Деніңізге саулық, отбасыңызға бірлік береке, табыс, қызметте өрлеу және махаббат пен әсемдік тілейміз. 1857 жылдың 8 наурызында Нью-Йорк қаласында тігін және аяқ киім фабрикасының жұмысшы әйелдері наразылық шарасын өткізген екен. Олар басшылықтан 10 сағаттық жұмыс күнін жарық әрі таза жұмыс орындарын, еңбек ақыларының, яғни ер азаматтардың жалақысымен бірдей болуын талап еткен екен. Себебі олар тәулігіне 16 сағат жұмыс істеп, шағын ғана айлық алатын. Алғаш рет бұл мереке 1911 жылы 19 наурызда Австрия, Латвия, Дания, Германия, Швейцария елдерінде аталып өтілді. Мерекені атап өту 1912 жылдың 12 мамырында өз жалғасын тапты. Кейінгі жылдары Еуропа елдері 8 наурызды, яғни соғысқа қарсы наразылық білдірумен өткізген болатын. 1975 жыл Біріккен ұлттар ұйымы жылы болған соң, кеңес идеологтарының ықпалымен ресми түрде 8 наурыз халықаралық әйелдер күні болып жарияланды. Бұл күні 6 құрлық нәзік жандыларды төл мерекесімен құттықтап, оларға игі тілектер айтады. Көктем мезгілімен қатар келетін 8 наурыз мерекесі ТМД елдерінің барлығында кең көлемде аталып өтіледі. 8 наурыз ер азаматтардың назарынан тыс қалмайтын, яғни мерекелердің бірі екен. Осы күнді ақ шашты қариядан бастап, жас жеткіншектерге дейін асыға күтеді. Бұл күн отбасы берекесі мен ұйытқысы болып табылатын біздің аналарымыз, жарымыз, әпкелеріміз бен қыздарымызға жарқын көңіл мен жақсылық тілейтін күн. Сіздер өздеріңіздің ізеттіліктеріңіз бен сыпайылықтарыңыз бен өмірді шуақтандырып, жандарыңыз бен туыстарыңызға жылу сыйлайсыздар. Құрметті асыл аналарымыз, әжелеріміз, сіңілдеріміз және құрбыларымыз, сіздерге керемет әнді қазір ұсынғымыз келеді, бірге тамашалап көңілімізді көтерейік. Асыланым, қиынға жасымаған, сен барда көктеңізді тасымаған, мейірімін төккен маған, көңілің көктем маған, мен үшін менің анам аяуланам, көрмесем сағынамын, өзіңе бағынамын, ауырма жалынамын, аяуланам.
Құрметті аналар, әпкелер, сіңілілер және құрбылар, сіздерге осы Назаров медиа орталығының атынан керемет тілектер келіп жеткен екен. Соларға біз қазір берсек, бірге тамашалайық және сол тілектерді бірге қабылдайық. Аяулы аналар, ардақты әпке қарындастар, сүйікті жан-жарымыз бен қыздарымыз, сіздерді осы әдемі көктем мерекесімен құттықтаймыз. Дендеріңіз сау, отбасыларыңызға береке, жаратқан еге деген сенім арқасында болашақтарыңыз жарқын, үміт пен сүйіспеншілікке толы болсын. Құрметті, қымбатты, ардақты да біздің апалар, әпкелер, қарындастар, қыздар, бүгінгі 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мен қыздар күні мен сіздерді шын жүрегімнен құттықтаймын. Сіздерге шынымен де сіздер осы әлем үшін, осы дүние үшін сондай ерекше жансыздар. Осы әлемде гүлдей жайнап, құлпырып жүре беріңіздер, сондай әдемі, керемет болып. Сіздерге отбасыларыңызда бақыт, үйлеріңізде тыныштық, амандық болсын әрқашан. Құдай сіздерге әрқашан жар болсын. Құтты болсын мерекелеріңіз. Армысыз ардақты арулар, аналар, сіздерді бүгінгі төл мерекелеріңіз 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Әр қайсыңызға амандық пен саулық тілеймін. Осы тілегімнің соңында Мұқағали атамыздың бір өлеңмен аяқтасам деймін. Әйелсіз үй, әйелсіз күн бекер ғой, әйелдермен әлем сұлу екен ғой, адам біткен аңсап жүрген жылылық, әйелдердің қабағында екен ғой. Сөйлеңдерші, әйелге ашу көтермей, бүгін міне мерекесі екен ғой. Әйел кім деп ақылсыз бастама, бірі қызың, бірі жарың, ал біреуі шешең ғой. Дорогие женщины, я от всего сердца поздравляю вас с этим замечательным праздником 8 марта. Всего вам самого лучшего и счастья вам! Дорогие женщины, сестры, с праздником вас весны! Поздравляем! Желаем всего наилучшего! Цветите и радуйтесь! Үлкен рахметімізді айтамыз, керемет құттықтаулар. Сіздер келісесіздер ме? Достар, біздің Facebook, YouTube, Instagram желілеріне тіркеліп, өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза аласыздар. Сіздермен болған мен, Марал Асхатқызы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.